Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өте күшті, дәмді және өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті жақсылап түсіну үшін видеоны аяғына дейін қараймыз. Мен булочканың беті осындай қыстырлап тұрғанды ұнатамын, сол үшін де газға біраз қойып алдым, қызартып. Қызыл қылып пісіргенді ұнатамын. Осындай болып шықты. Дәмі деген өте керемет болып шықты.